Тамыздың аптап ыстығы қызған шағы да келді. Шөпшілер айтары жоқ. Биыл жылдағынан да жақсы ұйымшылдық көрсетті. Бөлімше бойынша жоспарға белгіленген 700 мың тонна мал азығын даярлап, межеге тақап қалды. Сонда да болса сансызбай белгіленген шалғы түсетін шабындық әлі кезек күтуде. Қазіргі орымның жүріп жатқан жері жалғыз жалдан жоғары, сырдың төменгі ағысына тақау аймақ. Механизаторлар 3 үйді қатар тікті. Екеуінде кезектесіп шөпшілер жатады. Біреуінде азық түлігі бар асхана Қатиманың қарамағында. Бұл шөпшілердің 5-ші қонысы. Сансызбайдың айтуы бойынша, амандық болса осы қоныспен шөп оруды бітіріп ауылға бір жолы қайтады. Ауыл маңайындағы шабындық үйден қатынап атқаратын жұмысқа кеше Сансызбай совхоздан кассирді шақыртып, шөпшілердің айлығын таратқызды. Жарыс озаттарына көтерме сыйлықтарын бергізді. Барлығы ырза. Еңбекақы тәбіріне қол қойып жатып бәрі бір ауыздан: сіз бүгін бәріміздің атымыздан ауылға барып, үйдегі келіндеріңізге алған табысымызды табыстай беріңіз. Мектеп алдында балаларға қажетті нәрселерін олар да ала берсін. Біз мұнда қалтамызға салып қайтеміз деп Сансызбайға тәбілге қол қойып, алғандарын қайыра өткізді. Станцияның төбесі көрініп тұр екен. Осы жерден темекіге алуға ортамыздан біреуміз барармыз деп, әрқайсысы 5-10 тиын тебендерін қалталарына салды. Бұл сөздерді естіп қалған Сансызбай: әй, ескертемін. Темекі аламын деп сылтауратып, бөтелке-сөтелке алып, оны ішіп, қисайып жүрмеңдер. Білдіңдер ме? Есбол саған, Өтен саған, Мықан саған айтам. Ең үлкені осында сендерсіңдер. Ішімдіктен алыс болыңдар деп шегелегендей ұқтырды. Ойбай, қойыңыз сәке. Ыстық күнде арақ ішіп өле алмай жүрміз бе? Осы таяқтың ұшын бізге қарай сүйке бересіз-ау тіпті деп, ана аты аталғандар қосарласа тіл қатты. Көке деп жетіп келді осы кезде ұлы сағат Сансызбайға. Менің мынау ақшамды апама беріңіз. Осы жолы ұялмай беретін мол ақша болды. Ал мынаны мөлдірге беріңіз деп, қағазға оралған 2 бөлік ақшасын ұстатты. Көке де тағы да оның қасындағы күйеу баласы Мұрат. Мен де солай, мынаны апама, мынаны Әлияға беріңіз. Неге екенін белгісіз Сансызбайдың жүрегі екеуіне де осы сәтте елжіреп кетті. Аналарында, келіншектерінде ұмытпай 2 бөлек беріп жатқан жігіттерді бірінші көруім. Бізде еркек болып едік дегендей, дәл сендердей бұрын шешесін бір аттап, келіншегін екінші аттап ақша бергендерді осы жасымда көрмеппін. Жарайды. Аманаттарымды тапсырамын деп, әкелік мейірімен екеуін де маңдайынан иіскеп арқасынан қақты. Бірі кенже ұлы, екінші жалғыз қызының күйеуі. Осындағы шөпті механизаторлардың ең жасы және ең жас үйленгендері. Сансызбай кетерінде өзінің оң қолы боп есептелетін бас механик Тоқмырзаға мықтап бас көз болуды тағы бір тапсырып, ауылға қарай шұбар атқа қамшы басты. Таң сәріде аңырағы таңғы сағат 3-те Ташкенттен Мәскеуге күнде жүк пойызы номер 14-ші разъезден өтеді. Пойызды жүргізіп келе жатқан машинист оң жақ қапталдан шығып жатқан алапат өртті көрді. Қызыл жалын қара қошқылды түнмен өте аумақты көрінді. Шөпшілердің маңдайшаларының қызыл жалауы желбіретіп ілген бірнеше киіз үй түгілі тұрғаны кеше ғана көріп байқаған машинистер бастарын шайқай берді. Қасындағы көмекшісі: ана өрт жаман, киіз үй мүлде көрінбей қойды ғой,
жанып кеткен болар тегіс. Адамдары сыртта шығар, осы кезде тұрады ма олар? Таң әлі атқан жоқ. 1 сағат бар. Өрттің қара-қошқыл жалыны негізі дұрыс емес, жай нәрсе емес. Көрдің бе? Біз жүрген темір жолға дейін жетіп жатыр. Сол 2 ара кем дегенде 3-4 километр қашықтықта ғой. Мүмкін көшіп кеткен соң өртеп кеткен қоқыс шығар. Зуылдап өткен жүк пойызының машинистері одан арғысын көрінген жоқ. Екеуі осы болжамдарымен алдарына көз тікті. Сансызбай түнде шошынып оянды. Ұлы сағат. Көке, көке деп жанұшыра айқайлап шақырып жатыр екен. Опырмай-ай, мына баланың даусы жаман ғой. Аман болса жарар еді. Аман болса екен бәрі де. Кеше ана құрғылардың біреуі бөтелке алдырып ішіп, мас күйінде бір-бірімен бір нәрсе жасап қойған жоқ па? Өз баласын тәртібін біледі. Басқасын толық білмейді ғой. Әлем тапырық оймен тез киініп атына отырды. Бұл кез күн шапағы енді рауандап келе жатқан. Желдіртіп Сапарғұл қыстауынан әрі шыққанда қос жақтан өрттің түтіні көрінді. Тіпті иісіне дейін жетіпті. Жүрегі өректіп, тынысы одан сайын тарылып кеткендей. Шұбар атқа қамшысын салды айға. Сөйткенше болған жоқ. Алдындағы қосылатын жол айырығынан совхоздың бас инженері Пірнәсәр Аманқұлов құйғытқан уазикпен тұсынан қатарласа терезеден басын шығарып: Сәке, ойбай, жыбы болды ғой. Сіздердің қостарыңыз өртеніпті. Жолай өткен біздің совхоздың бір малшысы сыртынан көріп, Малдыбай совхоз директорының шопыры, хабар беріңдер өрт сөндірушілерге деп айтып, совхозға кеңсеге хабар айтыпты. Өрт сөндіретіндер жедел жәрдем милиция мені алдыма кетті. Бәрі сонда қазір барғанда шығар. Бастық ауданға звондап комиссия жіберіңдер хабарлады. Сәке, нанансыз ба? Нанансыз ба? 2 бұтыма сиіп келе жатырмын. Адамдар аман болса екен деп деді де алға озды. Адамдар аман болмай шықты. Бір кигіз үйдегі 5 адамның арсиған қанға сүйегі ғана. Жүрегі бар адам мұны қарауға дәті бармайды. Денелері күл боп кеткен. Қайсы кімнің сүйегі айыру қиын. Сұмдық оқиға. Олар Шалғыш Сансызбайұлы Сағат, Шалғыш Әшірбекұлы Мұрат, механизатор Шаймерденұлы Қанат, механизатор Тоқсейітұлы Ерболсын, бөлімше механигі Әмзеұлы Тоқмырза. Сансызбай ат үстінен көріп, бірден гүрс етіп, есінен танып құлады. Келген 2 жедел жәрдемнің дәрігерлері Сансызбайға бұрылып, қолдан дем беру әдісін жасап, инелерін шаншып, қажетті нәрселердің бәрін жасауда. Сансызбайды шала күйген 7 адаммен бірге аудан орталығына алып кетті. Милициялар, дәрігерлер мен милициялық сараптаушылар өрт қалай шыққан дәлме-дәл анықтай алмауда. Тексеруге керек деп шұқылап әр жерден бірденен алып, қағазға салып жатыр. Милиция өкілдері Қатиманы сұрақ қалды. Сіз өрт шыққанда қайда болдыңыз? Мына киіз үйде асханаға жататын орын көрсетті. Ұйықтап қаптым. Мұрныма бір иіс келді. Қашан білдіңіз өрт болып жатқан? Мына жақ сытырлап жап-жарық алау екен. Мына түнлікте жана бастады. Мен жаққа келді өрт. Иә, сосын көзімді анық ашсам, айналаның бәрі өрт. Жүрегім қысылып қалды айналайын. Айнала қызыл жалын, көк түтін. Анаған жүгірсем анадай. Мына киіз үйге жүгірдім. Мұндағыларды сүйрелеп басым істемей жүрегім қысылып қала берді. Сұмдық болды ғой, Құдай-ай, несін сұрайсыңдар? Мен не айтамын? Баяғы ұрқияға ұқсап
құсап, ойбайлап, Құдайға не жаздық деп дауыс шығарып, ботадай боздасын. Жарықтықтарым-ай, төтеннен келген қандай апат еді, көрейін дегенім осы ме еді, боздақтарым-ай. Азамат Қатима Қаржауқызы. Қатты лапылдап өрт жанған кезде адамдар сыртқа шығып, іште жата бермейді ғой. Есікте жалпы кигіз үйде толығымен әбден байланып жабық болған. Өрттен адамдар сыртқа шыға алмаған. Сырттан өрт қойылған. Сіз айқайлап көмекке шақырған дауысты естімедіңіз бе? Сіз күндіз не кешке қарай сырттан өзге біреудің келіп кеткенін байқамадыңыз ба? Күндіз де кешке де ешкім байқамадым. Өз қазаным бар, тамақпен жүрем ғой мен. Білмеймін дедім ғой, айналайындар. Айттым ғой жаңа, көзімді анық ашсам, айналамның бәрі өрт. Жүрегім қысылып қалды деп, айнала қызыл жалын көкті түн. Мына кигіз үйге жүгіріп, бірақ кеше түнде айтатын олардың бәрі де арақ ішті ғой. Кеше ақша берді кассир. Содан соң оларды ана станциядан темекілерін, бөтелкелерін алып келді. Оны білетінмін. Менен пияз құрт сұрады. Сонан соң шаруамды бітірген соң ұйықтадым, сілем қатып. Тергеушілер тәжірибесі жоқ па? Жоқ, білімсіз бе? Бұл өрт жайлы мәні жоқ қай-қайдағы сұрақтар қойды. Қатимаға ол жағы ұнады. Ақыры олар Қатиманы машинасына отырғызып, орталыққа алып кетті. Ол жақта Қатима не жауап берді? Сол жауап бойынша тергеушілер нені білді, не аңғарды? Ол жағы еш адамға белгісіз. Кеңсе одағы кезінде мұндай жағдайларды тексеру сараптамалары жария болмайтын. Алапат өрттің шығу себебі шыны керек қажетті деңгейде тексерілмеді, анықталмады да. Жария болған совхоздың бас инженері Пірназар Амандықов техникалық қауіпсіздік шараларын жүргізбеген үшін деп, ал бөлімше басқарушы Сансызбай Майлыбаев осты қараусыз қалдырған үшін деп жұмыстарынан босатылды. Совхоз директорына қатаң түрде сөгіс берілген. Ал мұнан соң уақыт созыла кете барды. 1-2 күн өткен соң Қатима тура баяғы Рұқия шешесіндей беліне бөкебайын байлап үйіне оралды. Бір азаматтарынан айырылып күйреп отырған үйлердің бәріне ағыл-тегілі жылап постап, жоқтауын айтып, жүрегі қысылғандай өлімше түрде көңіл айтып кіріп шықты. Тіпті өзімен сөйлесіп көрмеген Сағат пен Мұраттың елгезегін өзіне апалап, суын шелекпен әкеліп, отынды жағысып, асхана жұмысын қолғабыс тигізе кететін, тіпті істеген көке суын рахаттанып ішетін айтқанда Мұраттың шешесі Бәтима: «Апырай-ай, Мұратжан, сыртта жүрген соң шөлдегесін ішетін болғансың ғой қолына. Үйде мүлде көжен су ішпейтін еді», деп сонан соң Мұратын айтып жоқтай бастады. Жап-жас келіншегі мөлдір отыр, мөлтілдеп көз жасын төгіп. Әйелдер жағы іштерінен бір-бірін пікір түйді ме? Қатимаға қабақ білдіре қойған жоқ. «Өзін сол өрттен аман есен қалыпсың ғой», деді біреуі күмәнданған, немесе жаны ашығысы белгісіздеу Қатимаға. Сырын алдыртатын Қатима ма? Рұқияша сыпайылығын танбай: «Шешей, адам сенбес нәрсе ғой, несін айтайын, құр сүлдем тұрғаны болмаса, сол өртті өз көзімен көрген соң мен де жетісіп тұрғаным жоқ», деп жауап берді. Күйіктен ауруханаға түскендерден де сұрақ алыныпты. Олардың бәрін жауабы біреу үйретіп тастағандай бір сөз:
Ерте жатып қалдық. Қатты ұйықтап білмеппіз. Денеміз күйген соң тұрдық. Қарасақ көзге ешнәрсе көрінбейді. Көк түтін, жалын шарпыған бетімізді, қолымызды. Бұл өрт қайдан шықты? Түсінбей де қалдық. Қою көк түтіннің тұншығып, көз көрмей қалды. Есік қай жақта екен таба алмай бірімізге соқтықтық. Әйтеуір Қатиманың даусын естіліп жатыр. Сол екі ортада шала пісіп қалдық қой. Қатима сүйреп шығарды ғой. Бұл жауап бойынша Қатима басты құтқарушы қаһарман ғана. Шындығында Қатима қолымен жасалған бұл өрт былай болған еді. Сансызбай атқа отырысымен жігіттер бір-екеу станцияға Беларусь тракторымен барып келді. Бөтелкелерін ішті. Дабыр-дабыр дауыстарынан кім не айтты? Қатима бәрін естіп жатыр. Екі киіз үйдегі шөпті жігіттер кәрісі бар, жасы бар, қарқылдап күліп, үйлеріне ақша беріп жіберген соң ба. Кейбіреулері өлең айтып, көңілдері өте көтеріңкі болды. Бір-бірімен жастық лақтырысып ойнады ма, бірін-бірі мазақтады ма, әйтеуір бірден ұйықтай қойған жоқ. Қатима болса олардың ұйқыға кеткенін күтті. Әлден уақытта күндізгі жұмыстан шаршағаны бар, азын аулақ болса да ішкендері бар. Екі үйде де тыныштық орнады. Қатима жаймен барлап қараса, барлығы әдемі қорылға басыпты. Мына бергі үйде Сағат пен Мұрат қатарласа бір жастықта бастарын беріп жатыр. Қатимаға осы керек. Қолындағы керосинді жастыққа, көрпеншеге, одан жоғарыға бәріне аямай төгіп бітіріп, сыртқы есікті сыммен қатты байлады. Ендігі кезекте кигіз үйдің сырт жағында айналдыра керосин қойды. Келесі үйдің есігін мықтап оны да сыммен байлады. Бірақ керосин қойған жоқ. Ондағысы ол үйден біреу шығып, мына жанып жатқандарға көмектесе алмасын дегені. Сөйтті де сырттан оттыққа екі-үш жерден жағып кеп жіберді. От лапылдап көкке өрледі. Осы кезде бірінші кигіз үйден адамдары тұншыққан, жөтелген, бірде-бір шақырған дауыстары шыға бастады. Үй болса толық қарқынмен іштен де сырттан да жанып жатыр. Бұл айқайды естігісі келмеген Қатима әрімен қарай жүгіре жөнелді. Ішінен біреу шыға сала өзінің өлтіретіндей көрінді алғашқыда. Өте алысқа барып, бұта түбіне отыра қалды. Өрт лапылдап, айналып әп-сәтке қою қосыл жалынға бояды. Сырттан бәрін көріп тұрған Қатима қайра үйге жақындауға сескенді. Недей болса деп артынан күтті. Бір уақытта ұшқын түскен болу керек. Екінші кигіз үйден де өрт шықты. От деген Беларустың доңғалағы ма, жоқ болса бөлшектері ме, ол да бомба түскенде үсті-үстіне гүрілдей бастады. Бұл бас аяғы қанша уақыт болды айыру қиын. Қатиманың қатты қорқынышы үрей басты. Бүкіл адам өртеніп, өзі жалғыз қалса не болады? Әлде адамдардың біреуі шығып, менің өртегенімді сезіп қойса ше? Енді не де болса түк болмағандай араларында жүрейін деп қайыра үйге қарай жүгірді. Ентіккен күйде екінші үйдің байлаған сымын шешіп, оны лақтыра айқайға басты. Ойбай, өрттендік, қайсың барсыңдар, әй, өрт болып жатыр, бер шығындар, бері деп байбалам салып, күйік басқандарды сыртқа сүйрелей берді. Сол кездегі медициналық сараптамалар да әр адамның ДНК-сын зерттеуді жетілмеді ме, жоқ басқаша себеп пе, күйіп өлгендердің сүйектерін жеке-жеке айырып бермеді. 5-6 күн өткен соң облыстағы орталық сараптамалардан бәріне ортақ күл аралас
қаңқаларына жеке-жеке есімдерін жазылған 5 дана темір жәшік табыс етілді. Арыстай 5 азамат ауылдағы зиратқа темір жәшікпен 5 жерге жерленді. Сансызбайды сан сұрақ мазалады. Бұл қастандықты кім жасады? Не үшін? Неге? Не себеп болды? Қай кезде? Кімге? Мен жамандық жасай алмадым. Қызым да, келінім де уыздай қалпы жесір қалды. Кімнің менде өші болды? Осы сұрақтар кеудесінде шаңшу болып қадала берді. Ақыры тынысын тарылтқан күйіктен Сансызбай Майлыбай осы оқиғадан соң 40 күнге жетпей дүниеден озды. Сансызбай жерленіп жатқанда әйелдер босанатын үйде Сағаттың келіншегі Мөлдір, Мұраттың келіншегі Әлия екеуі бір мезетте қатарласа ұлды болды.